Сәлем достар, бұл JavaScript курсының 9-шы сабағы. Бүгінгі біз сабақта объектілер менен методтар және де класстар туралы үйренеміз. Алдыңғы сабағымызда жасап кеткен index.html файлымызды браузермен ашамыз және де разработчик көмекші құралымызды шақырамыз. Консоль вкладкасын қосып қоямыз. Редакторымызды ашамыз. Сол редакторымыздағы main.js файлымызды ашамыз. Алдыңғы жазып кеткен кодымыздың барлығын өшіріп тастаймыз. Ішіне let жүргізейік. mycar дейік. Объектін салайық. Есімі Toyota дейік. Қазақтың жақсы көретін машинасын. Модель дейік. Camry дейік. Жылын жазайық. 2021 дейік. Енді мен console log'ты шақырайын. Ішіне mycar дейін. Нүкте name дейін. Мен осы жерде объектіні алалам. mycar'дың ішіндегі name дейім. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне Toyota деп атып шығып тұр. Осы жерде мен модель деп жазайын. Сақтадым. Міне Camry деген сөз шықты. Жалпы осындай тек қана мәндерді ғана бермей, ағылшынша property дейді. Біз методтарды да бере аламыз. Метод деп атқанымыз ол функция. Тек объекттің ішіндегі немесе класстың ішіндегі функцияны метод деп айтамыз. Get full name дейік мысалға біз. Сосын қос нүкте дейміз де. Function деп жазамыз. Анонимдік функцияны саламыз. Ішіне return дейік. Сосын this деген нәрсе бар. This деп отқанымыз осы объектіні алады. Мысалға мына жердегі name'ді аламыз біз. Және де модельді аламыз. Қараңыздар. Мен қазір this name деймін. Қосылған. Пробел салып кетейін. Тағы да қосылған. This модель деп жазайын. Осы тұрғанда бізде Toyota, міне біріншіге Toyota салынады. Одан кейін Camry деген жазу салынады. This деп мен осы объектінің өзін шақырам. mycar біздің жағдайда. Содан кейін мен ішінен соның объектінің ішіндегі name'ді алып тұрмын. Toyota бізде. Және де осы this деп тағы да объектінің ішіндегі модельді алып тұрмын. Ол бізде Camry. Енді мен осы функцияны шақырам. Get full name деймін. Әрине міндетті түрде методта, функцияда, яғни жақша салыну керек. Объектінің ішіндегі функция болатын болса, оны метод деп айтады міндетті түрде. Тексеріп қарайық. Парақшаны жаңартам. Toyota Camry деген жазу шығып тұр. Әрі қарай тексеріп көрейік. Осы жерде мен мысалға mycar дейін де name-ін жазайын. Hyundai деп жазайын. Қазақтардың тағы бір жақсы көретін машинасы. Модель дейін. Акцент дейік. Көп таралған машинаны салайық. Парақшаны жаңартам. Hyundai акцентіне жазу шығып тұр. Яғни біз ішіндегі мынаны өзгертіп тастадық. Мен name'ге міне Hyundai беріп тастадым, а модельге акцент беріп тастадым. Осылайша мен оларды өзгертіп тастадым. Мен тағы да мысалға осы mycar дегенді екі түрін салайын. mycar дейікті. mycar мынаны 1 дейік, мынаны mycar 2 дейік. Содан соң мен тағы да бір объектін жасаймын. Let дейін, cars дейін. Тең болады. Объектін салайық. car 1 деп жазайын. Ішіне mycar салып қояйық. Екіншісіне car 2 деп жазайын. mycar 2-ні салайық. Мыналарды өзгертіп тастайық. Hyundai акцент дейік. Кішкене жылын ескілеу алып қояйық. 2017 дейік. Содан соң мына Cars'тың ішіндегі, мысалға Cars дейін, соның ішіндегі car 1 дейін, соң get full name-ін ал деймін. Парақшаны жаңартам. Toyota Camry шықты. А егерде осы жерде мен car 2 дейтін болсам, міне Hyundai акцент шықты. Яғни қарап тұрсаңыздар, мен бірінші айнымалын алып тұрмын, одан кейін екінші айнымалын алып тұрмын, міне. Содан соң мен үшінші айнымалын алып тұрмын, get full name деп. Осы жерге тағы да бір метод салып кетейік. Машинаның жылын көрсететін, мысалға age дейік. Сосын оған анонимдік функцияны саламыз. Return. Содан соң JavaScriptте қазіргі жылды алу үшін new деп саламыз. Date дейміз. Ол бізде глобальдік функция. Содан соң нүкте, оның ішіндегі метод бар, get full where деген. Соны шақырамыз. Ол да бізде функция болған соң, метод болған соң, яғни міндетті түрде жақшаны саламыз. Содан алып тастаймыз this, яғни осы объектінің ішіндегі жылды where. Яғни бізде мына шыққан жылымыз болып саналсын. Ал мынау қазіргі жыл. Сол кезде қазіргі жылдан біз шыққан жылды алып тастайтын болсақ, осының жасы шығады машинаның. Машина неше жыл болған екен. Мына жерде де дәл сондай функцияны жасап қояйын. Барып сала қояйын. Енді мына жерде get car 1 дейін, содан соң age деген функцияны методты шақырайын, яғни парақшаны жаңартам. Міне 0. Яғни бұл 2021-де шықты, міне Toyota Camry. Ешқандай да оның уақыты өткен жоқ. Сондықтан да бұл жылы жаңа машина. Ал car 2-ның age-ін қарап көрейік. Парақшаны жаңартам. Міне 4 деген сан тұр. Яғни бұған 4 жыл болған бұл машинаға. Байқасаңыздар, мына жерде кодтарымыз 2 рет қайталанып кетіп тұр. Міндетті түрде олай кодты неғұрлым қысқартуға тырысу керек. Соны қысқарту үшін JavaScriptте арнайы тағы бір класс деген нәрсе бар. Ол үшін жоғары жаққа бастап жазайын. Класс дейін, міне. Содан соң car деп жазайын.
фигуралық жақшалар ішін ашамыз. Дәл осы екі функцияны ішіне барып салайын. Мына жерде байқасаңыздар қате шығып тұр, өйткені оның кішкене синтаксисі басқаша болады. Біз бірден функцияның атын жазып кетуіміз керек болады осылайша. Мына жерде анонимді функция болмайды, бұл объект емес, бұл класс, сондықтан да осылай жазылады. Содан соң construct деген класста бір функция бар, ол өте пайдалы нәрсе. Яғни осы класста пайда болған кезде, объект қылып айналдырған кезде классты, сол функция міндетті түрде шақырылады. Яғни ол бір рет орындалады, тек басында ғана осы классты объектіге айналдырған кезде. Ол үшін constructor деп жазады. Міне, жақшаны салып кетейін. Содан соң фигуралы жақшаны салып кетемін. Мұнда үтірді алып тастайық. Үтір керек емес, арасын ашып қойын, әдемі болу үшін. Енді осы конструктордың ішіне екі параметр берейін. Біріншісін name дейік, екіншісіне модель дейік. Сосын сол nameмен келген модельді осы объектіге мен ішіне сақтайын. Name дейік. Дәл сондай тағы да бір строка жасаймын. Модель, ол модель деймін. Міне, содан соң тағы бір параметр бар, мен ұмытып кетіппін. Where деп жазайық. Тағы бір үшіншісі бар. Where дейік. Where жылы, яғни. Осылайша мен қазір конструкторды шақырамын объект жасап жатқан кезде. Мына кодтың барлығын өшіріп тастайын. Енді осы жерде қараңыздар, міндетті түрде мұқият болыңыз. Мысалға, классты мен объектіге айналдыру үшін бірінші мен let деп жазайын. Car 1 дейін, содан соң тең болады деймін да, new деймін. New, мына класстың атын шақырам. Мен класстың атын кішкентай әріппен жазып қойыппын. Міндетті түрде үлкен әріппен жазу керек. JavaScript разработчиктердің стандарты бойынша ол солай қалыптасқан. Міне, new деймін да, car деймін. Содан соң жақшаны салам. Менде редакторымның өзі көрсетіп тұр. Бірінші name'ді салып кетесің, одан кейін модельді, одан соң бірінші машина бізде Toyota болды. Содан соң Camry дедік, содан соң 2021 дедік. Дәл осы жолды көшіріп алам екіншісіне. Оған car 2 деп жазам. Бірақ дәл осы car бізде қалай береді, тек ішіндегісін ғана өзгерте салам. Hyundai акцент 2017 деп жазам. Енді қараңыздар, мына қазір өшіп тастайын бас жағын. Car 1 деймді, H деп шақырам. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайық. 0 болып тұр. Көрдіңіздер ме? Ол орындалып тұр. Осы жерге car 2 деп саламын. Парақшаны жаңартайын. 4 деп тұр. Байқасаңыздар, дәл манағыдай орындалып тұр, бірақ басқаша. Яғни біз класста салып алдық. Класс, яғни атайтып тұрғандай кез келген мысалға бір типтің классын жасаймыз. Содан сол класстан біз объектілер жасаймыз, бір-біріне еш тәуелсіз болатын. Мысалы, car 1 мен car 2 ешқандай да бір-біріне тәуелсіз, екеуі екі түрлі жұмыс істей бере алады. Бірақ та оның ішінде getFullName менен age деген функциялар бар. Бұл бағдарламалауда өте қажет, класс деп отқанымыз. Осы класспенен объектімен жұмыс жасауды, нүктемен оны шақырудың барлығын OOP деп айтады. Object Oriented Programming деп айтады. Орысша объектно ориентированное программирование дейді. Жалпы класс деп отқанымыз осы. Міне тағы да бір нәрсе бар. Мысалы, осы класстың өзінен мен тағы да бір класс жасағым келеді. Осыны тағы да бір толықтырып, мысалға. Осы карды пайдалана отырып, our автомобильдерді жазайық, яғни грузовойларды трак деп жазайық. Осы жерде трактан кейін біз міндетті түрде extends деген жазуымыз керек. Яғни осы кардың ішіндегі методтарын ал дейміз. Осы тұрғанда трактың ішінде мына методтардың барлығы бар деп ойласаңыздар да болады. Тек жетіспейтін методтарды ғана салып кетейік. Мысалға, бізге мотордың күші керек. Engine power дейік. Ішіне return дейік. Содан соң this дейік, power дейік. Көбейтілген 1,3596 дейік. Яғни, мына қазір біз двигательдің күшін киловаттпен береміз, содан соң оны аттың күшіне айналдырамыз. Бұған да біз конструктор деп жазайық. Содан соң методымыздың жақсасын салайық. Манаға жазып кеткен name model where'дің бәрін осының ішіне салайын. Тағы да біреуін қосам, power деген. Яғни күшін біз келіскенімізде киловаттпен беретін боламыз. Осы жерде қызық нәрсе бар. Мына біз кардың конструкторын шақыруымыз керек, яғни өзіміздікін шақырған соң. Әйтпесе орындалмай қалады мына жасағанымыз. Сол үшін супер деп жазамыз. Яғни ол үстіңгісін шақырады. Содан соң мына 3 ақпаратты беріп шығамыз. Міне осылайша берейін. А мына жерге мен this нүкте power деп жазайын. Оған power деп берейін. Осыдан кейін тағы да бір track деп жазайын. Оған мен кардың орнына track деп жазатын болам. Атын man дейік, ал модельдерін мен онша танымаймын, сондықтан да мен T5 деп жаза салам өтір. Жылын 2015 дей салайық. Ал күшті 110 дейік мысалға. Содан соң міне мына trackты шақырамыз да, ішіндегі метод бар, engine power деген, соны шақырайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Менде қате шығып кетіп тұр. Must call super constructor in derived class before accessing this дейді. Яғни this-тің алдында шақыру болмайды дейді. Міне біз кейін салайық онда. Бірінші супердің өзі шақырып алуымыз керек. This пенен сосын жасауымыз керек екен. Сақтадым.
парақшаны жаңартайын. 149 деген сан шықты, яғни 150 аттың күші бар деп есептесек болады. Тағы да өзгертіп қарайық. Мысалға мына жерге мен engine power емес age деп салайын, яғни оның возрасты дейін. Сақтадым, парақшаны жаңартам. 2015 болған соң, қазір бізде 2021 жыл, 6 жыл болған екен бұл машинаға. Ал атын шығаратын болсақ, jet full name деп мысалға сақтадым, парақшаны жаңартам, man d5 деп тұр міне. Яғни міне көріп тұрғаныңыздай, track деген класс, ол car кластың ішіндегі методтарын алып алды, өзіне апарып қосып қойды. Яғни бізде тракта car'ның ішіндегі міне осы методтардың әрбіреуі қосылды. Және де мән берсеңіздер, this деп атқанымыз ол сол объектінің мәндерін ғана алды. Енді жалпы объектінің өзі қалай көрініп тұрған консольмен шығарып көрсетейін сіздерге. Міне сақтадым, парақшаны жаңартайын. Міне track деп тұр. Трактың ішінде name, модель, where, power деп мына берген мәндеріміз тұр. Осыны ашып қарайтын болсақ, міне ішінде прототип деген нәрсе бар, прото деп жазылады. Яғни біздің классымыз сол прототипке айналады. Біздің жағдайда car болып тұр, соңғы классты көрсетіп тұр. Соның ішінде класс track деген тұр. Одан соң engine power деген біздің методымыз тұр. Соның ішінде тағы да бір прототип тұр. Оны ашып қарайтын болсақ, онда сол car'ымыздың методтары тұр, міне age, содан соң jet full name деген тұр міне. Ал байқасаңыздар, класстың да прототипі бар екен. Оның прототипі объект, яғни біздің жасаған кездегі new деп классқа объектке обращение жасайтын болсақ, ішінде прототип деген тұр міне. Оны ашып көрсетсем, міне объектінің өзіндік методтары тұр міне. toString, whileof, hasOwn, property деген сияқты мысалға. Get, set. Және де осы get, set дегенде JavaScriptте бар. Get деп отқанымыз ол сол айнымалыны алып отқан кезде орындалады, мысалға property дейді, яғни ал set деп отқанымыз сол айнымалыға салып отқан кезде орындалатын функция. Мысалға көрсетіп кетейін мен сіздерге. Осы car'дың ішіне салайын. Мысалға мен get деп жазайын, содан соң name деп жазайын. Оны функция қылып жазатын болам. Ішіне жазып қояйық, console деп жазайын. Содан соң сен name'ді шақырып атсың деп жазып қояйық. Шақырып жатсың. Ал астына дәл осындай қылып setті жазып қояйық. Set name дейік. Бірақ name'нің ішіне параметр қылып мән беруге болады. Мысалға жаңадан берген мәнді well деп салайын. Сен name'ге деп жазайық енді осы жерге. Жаңа мән дейікті қос нүкте салайық. Содан соң екі тырнақша салып мен ішіне сол мәнді беріп кетейін. Ол үшін екі string қылып бөліп тастайын мен жазуымызды. Содан соң ішіне плюс деп екі рет салайын. Айнымалы менен екі стрингті қосу үшін, міне бірінші стринг мына жерде қосып тұрмын, соған while қосып салып жатырмын. Одан соң жатсың деген сөзді қосып салып жатырмын. Мына астында console log'ты алып тастай берейік. Оның орнына біз car1 деп жазайын да, мысалға мен name деп мысалы өзгертейін, Chevrolet деп жазайын. Сақтадым, парақшаны жаңартайын. Сен name'ге жаңа мән беріп жатсың дейді. Яғни ол әрбір мән берген сайын соның бәрін орындап шығады міне. Сен name'ге жаңа мән Toyota беріп жатсың дегенде беріп деген сөзді ұмытып кетіппіз. Сақтадым, қайттан оқып қарайық, парақшаны жаңарттым міне. Сен name'ге жаңа мән Toyota беріп жатсың дейді. Сен name'ге жаңа мән Hyundai беріп жатсың. Дәл солай манда болып тұр. И бізде Chevrolet те болды. Енді біз керісінше мән бермей, оның ішінен алайық. Мысалға, мен тағы бір let жасайын. Name деп қойайын да, осы car1 name'ді алайын мысалға. Сақтадым, парақшаны жаңартам. Сен name'ді шақырып жатсың дейді міне. Яғни мен оны шақырып жатқасын осы жерде орындалып тұр ол. Осылайша getter мен setter жұмыс жасайды. 9-шы сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.